Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Менің осы видеомды көріп отырсаңыздар, достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздерге осындай дәмді тағамдардың рецепттерін салып тұруға тырысамын. Енді бүгінгі менің сіздерге ұсынатын рецебім осындай қатпарлы етті пирог, тартылған ет қосылған осындай өте дәмді пирог жасаймыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Енді ол үшін бізге осындай су, тұз және 2 ас қасықтай сұйық май, үстіне 1,5 шай қасық ашытқы салып, осылай суымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне 800 грамм ұн қосамыз. Ұнды бөлшектеп осылай аздау мөлшермен немесе 2-ге бөліп қосыңыздар, өйткені әркімнің ұнның сапасы әртүрлі, сондықтан да біреулеріңізге аз кетуі мүмкін, біреулеріңізге көп кетуі мүмкін. Осылай бөліп қосыңыздар. Менде 800 грамм ұн кетті. Осы судың мөлшеріне барлық осы ингредиенттердің мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қоямын. Енді осыны қамырды жақсылап тұрып елеп аламыз. Достар, міне қамырдың тығыздығы осындай болуы қажет. Енді қамырымызды елеп болғаннан кейін бетін жауып 20 минутқа қоя тұрамыз. Міне біздің қамырымыз 20 минуттай тұрды. Енді осы қамырды 4 бірдей бөлшекке бөліп, бетін тағы да салафанмен жауып қоямыз. Қамырымызды 4-ке бөліп болғаннан кейін ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Салмасына бізде осы 4 пирогқа небәрі 400 грамм ет болса жеткілікті. Өте көп етті қажет етпейтін осындай қатпарлы әдемі пирог жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын, өйткені дәмді болып шығады және де тойымды кешкі асқа беруге де болады. Осылай дөңгелектеп 4 бөлшекке бөліп, осы қамырдың бетін жауып қоямыз. Енді тартылған етімізді алып, мен үстіне тұз қосып қойдым. Енді осы еттің үстіне 3 дана орташа көлемді пиязды жіңішке етіп турап, үстіне кішкене зира және де укроп, қара бұрыш қосып, етімізді жақсылап тұрып араластырамыз. Қолмен осы араластырып болғаннан кейін ары қарай пирогымызды жасай беруге болады. Достар, енді бізге ең біріншіден қамырымызды жаймас бұрын осындай 150 грамм сливочный май, оны ертіп аламыз және де үстіне 2 ас қасық майонез қосамыз. Ол біздің қазір қамырымыздың ортасынан жауға керек болады. Қамырдың бір бөлшегін алып, пирогымызды жасаймыз. Енді осылай жаятын үстеліміздің үстіне қамырды қойып, осылай үстіне 1 ас қасықпен сары майды үстіне құямыз, өйткені бізге қазір оқтау қажет болмайды. Осылай қолмен тегістеп, біз дөңгелек етіп жайып аламыз қамырымызды. Қамыр өте жұмсақ болғаннан кейін осылай қолмен жылдам жайылады. Міне осындай болу қажет. Арасында осындай ойылып қалған жерлер болса ештеңе етпейді, өйткені біздің бұл қамырды қазір біз үрлек тәрізді ораймыз. Ондай ойылған жерлер болса жаппай қойсаңыздар да болады, өйткені бұл қамыр өте жұмсақ, сондықтан да сіздерде де ойылып қалуы мүмкін. Енді осылай еттің 4-тен 1 бөлігін осы пирогқа үстіне үстіп салып, қолмен жайып шығасыздар. Жайып болғаннан кейін осылай осы әдіспен біз осы пирогымызды жинайтын боламыз. Осындай үрлек тәрізді қылып пирогымызды жинаймыз. Орап болғаннан кейін шетін осылай қолмен жауып, осындай үрлек тәрізді орап қоямыз. Орағаннан кейін біздің үстеліміздің бетін майын сүртіп алып, үстіне ұн сеуіп, осы пирогты оқтаумен жай ғана үстінен басып тегістеп жаятын боламыз. Қатты баспайсыздар,
сәл ғана басамыз. Егер де қамырларыңыз жыртылып жатса, ол ештеңе қылмайды, өйткені біздің етіміз бәрібір де қазір піскен кезде қамырдың сыртына шығып кетуі мүмкін. Сондықтан да қорықпай осылай үстіне оқтаумен баса берсеңіздер болады. Міне осындай қалыңдықта ғана болу қажет, одан қатты баспай қойыңыздар. Міне осындай болу керек. Енді пісіретін ыдысымызға, яғни противнімізға осы пюромызды салып қоямыз. Астына пергамент қойыңыздар міндетті түрде, және де үстіне осылай жұмыртқаны араластырып бетіне жағып қойыңыздар. Жұмыртқаны жағып болғаннан кейін қызып тұрған пешімізге 180 градусқа беті қызарғанша, әбден қызарғанша пісіреміз. Достар, міне мен қалған осылай пирогтарын тастеп қойдым. Міне үшеуін бірден пісіріп жатырмын. Беті қызарып дайын болып қалды. Достар, міне біздің пирогтарымыз дайын. Осындай аз ғана еттен, 400 грамм тартылған еттен осындай үлкен 4 қатпарлы пирог шықты. Дәмі өте келін болып шықты. Жасап көріңіздер, сізге ұнайды деген ойдамын. Егер де осы рецепт ұнап жатса, менің каналымды қолдап жүрген ұмытпаңыздар. Ол үшін тек қана тіркеліп, лайк басып, астына комментарий жазсаңыздар болады. Және де осы рецепт ұнап жатса, достарыңызға осы видеоның ссылкасын жіберіп, менің каналымды ары қарай дамытуға үлестеріңізді қосып жүрсеңіздер, өте қуанышты боламын, достар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.